Сәлем баршаңызға. Қош келдіңіздер менің каналыма. Сіздермен бірге болатын ләззат. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді, керемет, балдарыңыз жақсы сүйіп жейтін торты, кукурузды торт. Өте дәмді болады. Қонаққа барсаңыздар да болады, дастарханға қойсаңыздар да өте керемет болады. Егер де сіздерге ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттарымыз 200 грамм кукурузымыз, және де 200 грамм майымыз, 200 грамм варенкамыз, яғни креміне. Бірінші осы кукурузымызды осылай екі ортасындағыдай, видеодағыдай жақсылап барлығын турап аламыз. Бір келкі қылып ортасынан майда қылып жібермейміз, тура видеодағыдай тураймыз. Барлығын осылай жақсылап турап, оны бөлек бір ыдысқа салып аламыз. Кукурузымыз өте дәмді торт болу үшін үйде мейіз болсын, жаңғақ болсын, жержағ кез келген сухой фруктымен араластырамыз. Біз осылай бөлек ыдысқа салып алып, кукурузбен бірге араластырамыз. Менің ыдысым кішкентай болғандықтан жақсы араласпай жатыр. Яғни бұл кукурузды екі ыдысқа бөліп алам. Мұны осылай екі ыдысқа бөліп, сіздердің ыдыстарыңыз үлкен болса, бөлмесеңіздер де болады. Жақсылап араластырыламыз. Қатты басуға болмайды, кукурузымыз сынып кетеді. Көп те болған жоқ, аз да болған жоқ, бірақ жақсы торт болып шығады. Ең бірінші осылай майымызды ертіп аламыз креміне, және де 200 грамм варенкамызды майдың үстіне салып, оттың астына жай қойып қоямыз. Қатты қоюға болмайды. Жай отқа қойсақ, әдемі қайнап шығады. Қатты қойсақ, асы жабысып қалады. Астын жақсылап қасықпен қозғап тұрамыз. Креміміз дайын болғанға дейін. Біз оттың астына қойдық, осылай қайнады. Астын жай қойып, өшіріп қоямыз, осылай қозғап тұрамыз. Бір ыдысқа құйып аламыз. Креміміз ыстық болғандықтан қолдарыңыз күйіп қалмасын. Қасықтың көмегімен осылай құйып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Қасықтың көмегімен осылай біз араластырдық. Қасықтың әлі жетпегендіктен біз какпір аламыз. Сіздер жақта не деп айтатын білмедім. Бір жақта какпір дейді. Сонымен жақсылап араластырамыз. Тағы айта кетейін, бұны қатты мұжуға, қатты басуға болмайды. Жай-жайдан осылай бір астымен үстін қозғап аламыз. Осылай біздің тортымызды дайындауға көштік. Арнайы заттағы осылай біз тортымызды саламыз. Мен кальцияға салдым. Егер де сіздерде кальция болмаса, кальциосыз істей берсеңіздер де болады. Мен кальцияға салдым барлығын. Осылай салып аламыз. Осылай жақсылап салып, үстін қатты баспаймыз. Жайлап болғаннан кейін бір тегіс қылып тегістеп аламыз. Бір тегіс қылып тегістеп аламыз. Қазір бұны біз тоңазтыққа, яғни 40-45 минутқа салып қоямыз. Қату керек бұл. Біздің 45 минут уақытымыз өтті. Өте әдемі болып шықты. Өте оңай. Балдар жегенге өте сүйсініп жейді. Өте жұмсақ болады. Шаймен керемет кетеді. Енді біз бұның үстіне, яғни сахарный пудра себеміз. Бұның үстін әртүрлі қылып сәндесек болады. Ол өздеріңіздің қалауыңызша какао сепсек те болады, қоюланып, крем жағып, гүл қылып істесек те. Бетіне әртүрлі енді. Мандарин қойсақ та болады. Мен осылай сахарный пудраны себемін. Қалыңдау қылып себемін сахарный пудраны. Бетіне осылай істеп қоямын. Өзімнің қалауым осы әдемі көрінді. Біздің кукурузный тортымыз дайын болды. Егер де сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып, пікірлер жазсаңыз болады. Сіздермен болғанмен ләззат.